сәлеметсіздер ме біреумен айтып бүгін бізде нұрлан қаламов енді қалам деген арай аштық, оны мен дейтін білем. Ол каналда ол Нұрлан Қаламовта белгісізге ода реакция түрде рұқсат берді реакция түсіруге, бірақ кейбірі оны рұқсатынсыз реакция түсіріп жатыр. Ал кетіп біз қараймыз реакция белгісіз. Жақсы болды ғой. Сестер, пешкі дегендердің бәрін жауып бітірдік. Иә, сене алмай отырмын. Біз шынымен де армандаған саяхатымызға кетіп бара жатырмыз. Иә, айтпа деймін. Мен ойлап едім, бұл күн ешқашан болмайды деп. Алайда жолымыз болды. Ауа райы бүгін жақсы. Машина да жақсы жүріп тұр. Айтпақшы, қашан жетеміз Алматыға? Кеше түнде шыққанын әлі келе жатырмыз ғой? Енді келе жатырғанымызға 5 сағаттай болды. Ал Алматыға бару үшін әлі 32 сағат бар. Қойшы, шын ба? Ұзақ қой әлі. Ал сен қалай ойладың? Мен айтқан жоқпын ба жол ұзақ болады деп. Қарашы, қандай керемет ауа райы. Тез жетіп алғанда қызық емес қой? Иә, бәлкім сенікі де дұрыс шығар. Айтпақшы, құртпақ қой. Менде Алматыға баратын қысқа жол бар. Кеше бір досым маған осы картаны берген болатын. Осы карта арқылы 32 сағат емес, 25 сағатта жетуге болады. Жақсы жол болса болды енді. Жақсы жол секілді. Адамдар ол жолмен көп жүрмейді деп естідім. Өйткені білмейді осындай жол бар екен. Онда жақсы ғой. Машиналар кесірін келтірмейтін болады және оның есесіне біз тез жетеміз. Иә, мен де соны айтып отырмын ғой. Онда сол жолмен барып көрейік. Бензин таусылып қалыпты. Жақсы. Багажниктегі Достар, көрдіңіздер ме, бұл қызық. Сондықтан бұған давайте 3 вообще достар. Мама канистрлардан алар. Канистрларды алған дұрыс болыпты. Сен ғой оларды салған? Қайдағы? Маған айттың ба не сал деп? Елар татырасын кеп бара жатқанда айтқан жоқпын ба канистрларды сала қойшы деп. Менің қолым босаған жоқ сол уақытта. Ал сен сол уақытта мен наушникпен жүргенімді көрмепсің ба не? Мен ешқандай канистрлар жайлы естімедім бе? Өзің неге сала қоймадың кейін? Немесе тексеріп жүрмедің бе? Салдым ба, салған жоқпын ба дегендей. Жақсы. Болған зат болды. Дұрыстай алмаймыз енді оны. Жақсы, телефоннан Әлішер деген досыма соғып көрейін. Әлішер. Бұл жерде сет ұстамайды екен. Енді не істейміз, Нұрлан? Қалай не істейміз? Жолда машиналар тоқтатып көреміз. Бәлкім біреу тоқтап бізге көмектесер. Жақсы, басқа таңдау бізде қалмаған сияқты. Тұрғанымызға жарты сағаттай болған болар. Шын айтқан екен, бұл жерде шынымен жүрмейді екен. Саяхатымыз керемет өтіп жатыр. Жақсы, ештеңе емес. Өмір болғанда қиындықсыз болмайды ғой. Кеттік, орманға кіріп шығайық. Машиналар әлі жүрмейді, өйткені әлі сағат таңғы 5. Керемет табиғат екен мына жерлер. Бәлкім адамдарды кездестіріп қалармыз. Нұрлан, тоқтай тұршы. Қайдан білесің? Орманда жыртқыш аңдар бар шығар. Егер де аю немесе тағы бір жыртқыш аң бізге шапса, сонда не істейміз? Қорықпа, Лайла, ештеңе бізге болмайды. Керісінше олар бізден қорқатын болады. Не? Қазір. Нұрлан, сен ауру емессің ба? Сен қайдан алдың бұл нәрсені? Қорықпашы, Лайла, бұл менікі емес. Мен бұны осы жақында даладан тауып алдым. Кейін сатып жіберем деп ойлап едім. Ал енді орманға баратын болғасын, енді бізбен бірге алып кеттім осы затты, бәлкім керек болып қалар деп. Жақсы, ал сен қарумен қолданып білесің бе? Әрине. Иә, бұл орманның ауасы, иісі керемет екен. Нұрлан, қайтайық. Біз бұл орманды аралап жүргенімізге жарты сағат болды. Қайтайық көлігімізге. Жақсы, қайтсақ қайтайық. Тоқташы, Нұрлан. Ана ағаштардың артында үрей көрінген секілді. Не? Қазір қарап жіберейік. Вау! Шынымен де, Лайла, мұнда кел. Бұл жерде үй болады деп ойламадым, шын айтсам. Соны айтам, қараш, мұнау кәдімгідей заброшка үй ғой. Кіріп көреміз бе? Естейсің ол үйде, қайдан білесің, біреу тұратын болар сол үйде. Лайла, сен де қатырасың. Мына үйдің түріне қараш, қандай адам тұрады деп ойлайсың мұнда үйде. Мына үйдің тұрғанына біршама жылдар болған болар. Бір адамның кезінде тастап кеткен бір дачасы шығар. Кеттік, көрейік. Менің ойымша қызықты болады. Жақсы. Сені көндіру мүмкін емес. Бірақ сразу айтамын, маған бұл идея ұнап тұрған жоқ. Ужас киноларда басты кейіпкерлер осындай үйге кіргенде ешқашан сосын сол үйден тірі шықпайды. Ол ужас кинода солай болады. Ал бұл шын өмір. Ешқандай құбыжық, елес дегендер өмірде болмайды. Болатындар бұлар тек қана маньяктар, бірақ маньякта мұндай үйде тұрмайды деп ойлаймын. Өйткені мына жақта свет жоқ, адамдар жоқ, жұмыс жоқ, ақша жоқ, ештеңе жоқ. Ескі соғып көреміз бе?
Бәлкім біреу бар шығар. Иә, өте күлкілі. Тез ашшы енді, көрейік маньякты. Иә, үйдің ішіне уборка керек екен. Лейла, уборка жасап жібермедің ба? Мен әрине уборка жасағанын атамын. Бірақ мына үйді жинау бірнеше жылға созылатын секілді. Так, екінші қабатқа кейін көтерілеміз. Кеттік бірінші, мына бөлмені көрейік. Нұрлан, бір жаман шіріген иіс сезіп отырсың ба? Иә, бір иіс бар сияқты. Кеттік мына жаққа. Так, мұнда не бар екен? Мұнда адамдар денесі жатыр, Нұрлан. Оскар беру керек саған. Қайда Оскар, Лейла? Мұнда келші. Көрме, Лейла, тез кеттік бұл жерден. Ё-моё, не болды мына есікке? Неге ашылмай кетті? Берші маған, не болды мынаған? Нұрлан, бұл пранк па, айтшы. Ана өліп жатырғандар сен достарың ба? Айтшы тез. Лейла, Құмашқайдағы пранк бұл шынымен де болып жатыр. Мен сені алдамаймын ғой, білесің ғой. Кеттік, мен ана жақтан бір подвал көрдім. Сол жақ далаға апаратын. Тез кеттік. Нұрлан, енді мен бұл жерге ешқашан келмеймін. Кеттік көлігімізге. Сол ғой, кеттік. Мына көргенімізді енді ұмытып көр. А сен еще айтасың, ужас киноларда осындай болады деп. Бұл үйде явно бір маньяк тұрады. Бізге тез кету керек бұл жерден. Тез. Лейла. Анда қараш, ана жерде шынымен адам тұр ма, немесе маған көрініп тұр ма? Нұрлан, мен де көріп отырмын. Достар, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, подписаться етіп білдіңдер, аузавайте. До свидания. Менің машинама не болған? Кіріп кеткір. Достар, канал подписаться етіп, лайк басып. Мен бұл машина үшін қанша ақшам кетті, ал енді оны біреу қиратып кетіпті. Кім деп ойлайсың? Білмеймін, Нұрлан, білмеймін. Маған вообще ұнап тұрған жоқ бұл күн. Қалай ойлайсың? Бағанағы көрген адам шығар қиратып кеткен біздің машинаны. Білмеймін, бәлкім солай шығар. Бұл жерде бізден басқа және бағанағы адамнан басқа ешкім жоқ сияқты. Не болса да сол шығар деп мен де ойлап отырмын. Көрдің бе, оның үйінде бірнеше адамдардың өлі денелері жатыр. Бағанағы адамнан барынша екеуміз алысырақ болуымыз керек. Кеттік, Лейла. Жаяу жол арқылы кеттік. Мына жерде қауіпті. Достар, видео аяқталды. Ал давайте